Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бұл Назарбаев зияткерлік мектептеріне қазақ тілінен емтиханға іріктеу дайындық курсы. Қош келдіңіздер. Ең алдымен өзім жайлы қысқаша тоқталып кететін болсақ, менің есімім Абдулрахманұлы Абдулкәрім, қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Ғылым академиясы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің түлегімін. Қазірде болашақ бағдарламасы бойынша Манчестер университетінде білім алудамын. Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі еңбек өтілім 5 жыл. Енді осы курс жайлы тоқталып өтетін болсақ, біздің курстың ерекшелігі бұл үлкен 3 бөліктен тұрады. Ең бірінші бөлікте біз сіздерді емтихан форматына байланысты теориямен, әдіс тәсілдермен бөлісетін боламыз. Бұл дегеніміз не? Атап айтатын болсақ, сканинг, скиминг деген сияқты әдістер арқылы сұрақтарды жылдам және нақты табу. Кілт сөздер, сұрақтың типтері және сол сұрақтың типтеріне қатысты жауапты іздеу әдіс тәсілдері туралы ашып үйрететін боламыз. Ал екінші бөлікте осы жиған білімдерді қолдана отырып, біз кілт сөздердің және сол сөздердің мағынасын және сіздің сөздік қорларыңызды дамытуға көңіл бөлетін боламыз. Бұл дегеніміз не? Яғни, сіздердің сөздік қорларыңыз қаншалықты көп болса, сіздерге берілген сұрақтарды мәтінді толыққанды түсінетін боласыздар. Және осы курстың соңғы 3-ші бөлігінде сіздерді грамматикамен білімдеріңізді арттыратын боламыз. Осы курс арқылы сіз өзіңізге бастауыш білім және дағдыларды қалыптастырасыз. Және осы арқылы келесі жылы Назарбаев зияткерлік мектебінің студенттері оқушылар қатарына қосылады деген үміттеміз. Бізбен осы саяхатқа шыққаныңыз үшін мың алғыс. Жетістіктерге бірге жетейік.